Құрметті тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік бағдарламалар циклы. Анархан екеуміз көптеген мәселелерге байланысты сұхбат жүргізудеміз. Анарханнан біраз ақпараттар алудамыз. Өте қажетті ақпараттар десек қателескендігіміз емес. Келесі бір мәселе көңіл айту, көңіл айтуды көбіне көп жастар үлкен өмірге араласқаннан кейін ғана бастарынан өткізіп жатады. Көңіл айтуға бару керек. Сол кейде ыңғайсызданып жатады, бұны қалай жасау керек, қалай айту керек, бұның ережесі қандай, бұл артық кетіп қалмайын ба, немесе әттеген-айлар бар ма деген сияқты. Осы көңілді қалай айтамыз, көңіл айту дегеніміз не, осыған тоқталсақ? Өте жақсы. Шынында да тіл үйренушілер келеді маған. Қазақ тілін білетін, бірақ ары қарай тереңдетіп үйренсем екен дегендер. Мүлдем білмейтіндер. Сонда олардың көбіне көп сұрайтыны қазақы ортада осындай жағдаяттар туындап қалған кезде. Бұның барлығы ауызша сөз дискурсында туындайды. Сондай кезде туындайды. Осы көңіл айтудың формалары қандай дейді. Енді жазбаша да көңіл айтулар болады, бірақ жазбаша көңіл айтудың стилі де бөлек, оның жөні де бөлек, оның енді ережелерін жазбаша мәтін туралы айтқанда ерекше тоқталармыз ол ережелерге. Ал енді ауызша көңіл айтқан кезде қазақы салт бойынша, қазақы өзі әдеп, этикет бойынша айту керек. Мысалы, біз барлығымыз мұсылман мәдениетінің өкілі болғандықтан көбіне көп қайтыс болған адамға алды жәннат болсын, жаны жәннаттан болсын, көрі жарық болсын, жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын деп айтамыз. Сосын кейін көңіл айтып болғаннан кейін, көңіл айтқан үйден шығып бара жатқанда, бұл үйде той болсын, амандықпен кездесейік, арты жақсы болсын деген тілекті айтып кеткен абзал. Бұл жаңағы қайғыға ортақтықтың, сосын кейін сол үй иесінің көңілін біраз аулаудың, көтерудің бір белгілері болып саналады. Бұл қазақтың бір ерекше этикеті. Немесе жасамаған жасын артындағыларына берсін, бала шағасы өзі көрмеген қызықты осы дүниеде көрсін дейді. Сонан кейін бір жақсы тілек бар. Екі дүниенің абыройын берсін дейді. Біз мұсылман адам болғаннан кейін қазақтар, олар осы дүниенің ғана қызығы үшін өмір сүруді өзіне мақсат тұтпайды. Адамның ең бірінші мақсаты ол әрине осы дүниеде абыроймен өмір сүріп өту, сосын о дүниеге барғанда да өзінің күнәларына кешірім алып, Алланың рахмына бөлену. Сондықтан бұл тілек марқұм адам үшін өте керек тілек, айтылуға тиісті тілек деп енді өзімше солай ойлаймын. Сосын қазақтар қайтыс болған адам туралы сөйлеген кезде бәленбай деп тікелей айта салмайды. Оның атына марқұм деген сөзді қосып отырады. Марқұм деп айта салмайды, және ол марқұм деген сөзден кейін ол кісіге тілек айтады, аруағына. Марқұм иманды болғыр, ол кісі сондай еді. Марқұм жаны жәннатта болғыр, ол кісі мұндай еді деп айтады. Енді қайтыс болған адам туралы жаман сөз ешқашан айтпайды. Жаман жер хабар бермесін деп те. Иә, дұрыс айтасың. Егер енді ол кісінің бір ыңғайсыз бір қылықтар туралы айтпасқа болмайтын сондай жағдаяттар болып қалады, ондай кезде қара жер хабар бермесін, Алла өзі кешірсін, ол кісінің Алла күнәларын кешірсін деген сияқты тілектермен айтып барып ғана айтады. Енді бір үлкен жақсы мақал бар қазақта. Қуанышты бөліссе көбейеді дейді, қайғыны бөліссе азаяды дейді. Сондықтан көңіл айту бұл біздің күнделікті өмірімізде бір өкініштісі болмай қоймайтын жағдаят, сондықтан оның да өзінің этикетін білген абзал. Рахмет сізге, Анар ханым. Біздің өскелең ұрпақ, қазақ тілін енді үйреніп жатқан, жалпы дәстүрмен енді танысып жатқан тыңдармандарымыз көңіл айтудың бір ерекшеліктерін және ол жердегі негізгі ережелермен таныс болды деген ойдан. Рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.